Құтқарушылар биыл ерте қамданды. Боранға қарамай жолға шығатындардың көп болатынын ескеріп, облыс төңірегінде қауіпсіздік айлығын бастады. Халыққа көктайғақ, боран кезінде әрекет ету ережелер жазылған 35 мың дана ақпараттық парақша таратылады. Қысқы жолдың қауіпті екенін ескертпеске болмайды. Өткен демалыста бір тұрғын жаяу жолға шығып, адасып кеткен. Мұғалжар ауданында өткен жетте адам жоғалып кетті деген ақпарат келді. Бірақ ол ояққа біз барып үлгермейміз. Ояққа барамыз дегенше ол адам өзі табылған екен. Алысқа шығып кеткен, адасып қалған ғой. Сол себептен айтып жатырмыз. Енді шар алдында адамдардың бәрі деген қаяққа баратқан, кімге баратқан, кіммен баратқан жеріне сосын үйден айтып кеткен дұрыс болады. Себебі деген егер де бір жаққа шығып кетіп жатса, қайда кеткен, кіммен кеткен біз құтқарушы есебінде білетін болып жатыр. Ақтөбе облысында жыл сайын қар басатын 154 жол учаскесі бар. Оларға жақын жерде жолда қалған адамдарды жылытып, ыстық шай, тамақ беретін 139 пункт жасақталды. Құтқару шараларына төтенше жағдайлар департаменті, жергілікті полиция қызметі, ұлттық гвардиядан 511 қызметкер мен 104 техника жұмылдырылады. Біз Қазгидрометпен бірге жұмыс істегенде олардың өздерінің мәліметтерін бізге күн сайын беріп тұрады, апта сайын деген. Апта сайын, күн сайын, күн арада егер де өзгеріліп жатса 2-3 рет береді. Сол себептен өздерін білетін шығарсыздар, СМС арқылы сізге деген СМС сообщение келіп жатыр. Сол себептен осындай жұмыс бізде атқарылады. Енді алдағы болжамда Қазгидрометтің мәліметі бойынша қысқы уақытта ауа райы осындай болады, бір қалпында. Бұлай енді деген арасында деген өзгерілуі мүмкін, сол себептен соған назар аудару керек. Балықшылардан қысқы балық аулау ережесін сақтау сұралады. Жедел құтқару жасағы мамандары қала маңындағы су қоймаларында рейд жүргізіп, балықшыларға ескерткен. Ақтөбе су қоймасында қазір мұздың қалыңдығы 6-8 сантиметр, Елек өзенінің құтқару бекет орналасқан маңында 6-7 сантиметр, ал тұрғындар қалашық ауданында 6 сантиметр. 7 сантиметрлік мұз тек бір адамды көтере алады, сондықтан топ болып мұз үстіне шығуға болмайды. Көлікпен мүлдем тыйым салынады. Ескертуге құлақ аспағандарға полиция айыппұл салынады. Облыста сондай-ақ желтоқсанның 14 мен қаңтардың 14 аралығында қауіпсіз жаңа жыл акциясы өтеді. Мамандар пиротехниканы тек сертификаты бар дүкендерден алу керектігін ескертеді. Шырша тойы өтетін ғимараттан шығудың жолдарын есте сақтау керек. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, тәулік.